Taobao қазақстандық мекенжайды енгізу үшін басты беттегі баннердің үстіне кіреміз. Мына Taobao жаңа постпен бірге кірді деген баннердің үстін басасыздар. Басқаннан кейін сізде осы парақша ашылады, сілтемеге өт деген жазуды таңдаймыз. Осы жерде біріншіге өзіңіздің аты жөніңізді толықтай жазып шығасыз. Ал екінші бағанда байланыс номеріңіз әдетте осылай автоматты түрде шығады, бірақ та біз алдындағы кодты өзгертуіміз қажет. +86 дегеннің үстін басамыз. Тауып аламыз. Таптық. Енді әрі қарай номеріңіз өзі жазылып тұр, бірақ дұрыстығына көз жеткізіңіз. Ал үшінші баған бұл мекенжай. Осы мекенжайдың үстін басасыздар. Басқаннан кейін мына осы жерде автоматты түрде барлығы шығып тұрады. Сіз таңдап өзіңіздің тұрғылықты мекенжайыңызды таңдайсыз. Алматы қаласы деп әрі қарай ішіндегі облыс, район барлығын таңдайтын боласыз. Барлығы таңдалды. Төртіншіге тұрғылықты мекенжайыңызды толығымен жазасыз. Жаздық, және ең соңғысында бұл посткод. Егер посткодты білмеген жағдайда интернеттен қарасаңыз болады. Барлығын толтырдық, астындағы сары батырманы басамыз. Мына сіз осымен сәтті түрде өзіңіздің мекенжайыңызды толтырдыңыз. Осы жерде де сізге анықтама ретінде көрсетілген, ал мекенжайымызды толтырғанымызды көрейік. Кез келген тауарға кіреміз, сатып алуды басамыз. Мына осы жерде сіздің мекенжайыңыз толықтай көрсетілген. Барлығы осы жерде жазылып тұр. Енді тапсырыс беру ғана қалды сізде.